жасаймын, сіз суретіңізді түсіруді ұмытпаңыз. Бірінші беті не қойылды қояды? Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Алматы мемлекеттік политехникалық колледждің арнайы пән оқытушылары, ұстаздар және бүгінгі біздің қонағымыз Руслан Абдразақ мырза. Бүгінгі біздің жүзден жүйрік мыңнан тұлпар атты онлайн тәрбие сағатын ашық деп жариялаймын. Бүгінгі бізде сабаққа қатысып отырған менің өзімнің биылғы оқуға түскен студенттер, яғни ИШ-20 1А тобының студенттері және біздің қонағымыз, сонымен қоса бізде сабаққа кіріп отырған кураторы және колледждің мұғалім ұстаздары отыр. Құрметті балалар, құрметті студенттер, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы неге жүзден жүйрік мыңнан тұлпар деп аталады десеңіздер, спорт денсаулық кепілі демекші. Мақсатымыз студенттерді спортқа баулу, дені сау, дене бітімі, рухани жағынан өскелең ұрпақты қалыптастыру мақсатында мен бүгін осындай тақырып алдым. Енді құрметті студенттер, уақытты соза бермей, бүгінгі біздің заманның ағымына қарай пандемияға байланысты тікелей эфирде онлайн ашық тәрбие сағатына қазақ күресінен әлем чемпионы болған Қазақстан Республика турнирінің күміс жүлдегері 2005 жылы, қазақ күресінен әлем чемпионының қола жүлдегері 2017 жылы және қазақ күресінен Қазақстан чемпионы 2018 жылы алған біздің бүгінгі кейіпкеріміз Руслан Абдразақов мырзамен таныстырғым келіп отыр. Руслан мырза, сәлематсыз ба? Сіз эфирдесіз. Сізге бірінші сұрақ. Біздің 80 жылдық тарихы бар осындай үлкен шаңыраққа қош келдіңіз. Және осындай сізде үлкен атағы жер жарып, біздің Қазақстанның әлем чемпионы болған чемпион кісімен танысқанымызға өте үлкен алғысымызды айтамыз. Және сізге сұрақ. Спортты неше жасыңыздан бастадыңыз? Ары қарай сіздің сөзіңізді бөлмес үшін жалпы сұрақтарды қамтамасыз етіп кетсем, біздің өскелең ұрпаққа, яғни біздің студенттерге қандай кәсіби деңгейде, қандай тәжірибемен алмаса аласыз, сонымен қоса біздің балалардың өздігінен шыққан сұрақтары болса, соған жауап берсеңіз. Сіз эфирдесіз. Жақсы. Саламатсыздар ма, баршаларыңызды көргеніме, танысқаныма қуаныштымын. Енді өздеріңіз білесіздер, осы спорт ең бастысы, осы біздің өмірімізде ең керек осы спорт болғандықтан, әр адам өзі денсаулығын күтіну үшін, жақсы ұйықтап, жақсы тұру үшін спортпен айналысқан жөн деп ойлаймын. Соны біздің ата-анамыз 2000 жылы осы Алматы қаласында дзюдо күресіне берген болатын. Сол 2000 жылдан бастап жаңағы үлкен өзімнің алдында туған ағам бар, Ұлан Рысқұл деген. Сол Ұланды алға қойып, сол маған бір мотивация дейді ғой. Сол мотивация беріп, Ұланды жеңістерін көріп, сөйтіп мен де Ұланның артынан еріп барған болатын спортқа. 2002 жылы Алматыда республикалық спортта дарынды балалар интернатына түстім 2002 жылы. Сол жерде дзюдо күресімен бастап, 2002-ден бастап, осы 13 жасымнан бастап осы дзюдо күресінен бастаған. Одан кейін күресе келе, сол спорт интернатын бітіріп шығарып, одан кейін 2006 жылы келесі аптадан бастап қалай екенін білмеймін. Академия спорт туризмға түскем 2006 жылы. Енді жасына артымыздан еріп келатқан бауырларыма айтарым, негізі осы спортта бір өзің алға қойған мақсат болса, спортта жетем деп бір жеңіске
құштарлық болса, спортқа барып, осы күрес түрлерімен және бокс түрлерімен айналысса, ол біздің болашақ әлем, олимпиада чемпиондары көп болады деп ойлаймын. Сол Алла қаласа, мына өздеріңіз естіп жатырсыздар, кешелі бері көк туымызды жақсы көрем деп неше түрлі Инстаграм желісіндегі посттарды көріп жатырмыз. Сол сияқты қазақтың көк туын желбірететін артымыздан іні бауырларымыз, қарындастарымыз ере берсе екен деп ойлаймын. Өте жақсы. Балалар, студенттер, сұрақтарыңыз бар болса, құрметті ұстаздар. Мен сұрақ қойып кетейін. Қоя қойыңыз, өзіңіз таныстырыңыз, аты жөніңізді. Ержігіт Әлімбаев, Исакина тобының студенті. Айта қойыңыз. Осы дзюдодан басқа тағы да қандай спорт түрімен айналысасыз? Енді 2002-де мен осы дзюдо күресімен бастадым. Содан кейін 2010 жылдан бастап қазақ күресіне толықтай беріліп, қазақ күресімен және дзюдо күресін бірге алып жүрдік. Енді ол әр қазақтың жігіті қазақ күресімен күресіп білу керек деп ойлаймын. Сондықтан ол біздің ұлттық күрес болғандайын ұқсастық бар дзюдо күресімен. Екеуінде тек жаңағы үстіге киетін кимоно дейді, анада қазақша күрестікін берен деп атайды. Сондықтан тек киімдерінде ғана айырмашылық бар, және де жаңағы ұпайлардың қойылатын бағаларында ғана айырмашылық қана. Қалғанның бәрі әдістері, ережелері көбісі ұқсайды. 2010-да қазақ күресіне келіп, 10 жыл болды қазақ күресінде жүргеніме. Әлі айналысып жүрмін, әлі де күресіп жүрмін. Алла қаласа алдымыздағы жақсы жарыстарда, додаларда тек қазақтың көк туын желбіретемін деп ойлаймын. Өте жақсы сұрақ қойды. Студенттер, тағы сұрақтарыңыз бар болса, яғни осындай жаттығудың, еңбектің арқасында осындай үлкен дәрежеге жетіп отырмын дейсіз ғой. Ары қарай, студенттер, сұрақтарыңыз бар болса, сұрақ қоямыз. Апай, тағы бір сұрақ қойыңыз. Қойыңыздар, кезекпен кезек қойыңыздар. Осы дзюдо спортында өзіңіздің кумиріңіз бар ма? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Осы дзюдо спортында кумиріңіз. Енді шыны керек, кумир дегенде менің жаңаға кумирім өзімнің туған ағам болатын. Соның күресіне қарап қызығы болса күреске келдім ғой мен. Сол сияқты болсам, сол сияқты шетел араласам, сол сияқты жарыстарда жеңіске жетсем деген сондай арманым болды. Бірақ қазіргі таңда өзіміздің бауырларымыз Елдос Сметов деген, Жансай Смағұлов, Елдос Жұмаханов деген даңқты палуандарымыз бар. Максим Раков, Азамат Мұханов деген сондай әлем чемпиондары, әлемнің олимпиада жүлдегерлері бар. Асқат Житкеев деген ағаларымыз бар. Солардың бәрі біздің мақтаныш болғаннан кейін, енді әрине солардың күрестеріне қарап, солардың әдістеріне қарап қызығып өстік қой, ағаларымыздың. Алдына кейінгі өзіміздің бауырларымыз, олимпиаданың күміс жүлдегері Елдос Сметов деген бауырымыз бар. Ол да өзі талай жетістікке жеткен әлем чемпионы. Енді әрине біз Алла қаласа болашақта біздің ұрпағымыз, біздің балаларымыз солар сияқты болса екен деп ойлаймын. Енді ең тұңғыш, өздеріңіз білесіздер, тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров ағамыз біздің тек қазақ елінің емес, бүкіл әлем олимпиада жеңімпазы болғандықтан ол бүкіл ел танитын кісі болатын. Жатқан жері жайлы болсын. Ол кісі керемет кісі еді. Шыны керек, ол кісімен жақын араласып, жақын білісіп жүргендіктен сол кісінің батасын алып, шыны керек жүрдік қой. Әр осы жеңіске жетердің алдында сол кісінің алдынан өтіп, сол кісінің батасын алып жарыстарда, ей балам, жеңіске жетуіңе Аллах нәсіп етсін деп өз батасын беріп,
шығарып салып жүрген кездерде болатын. Руслан Біздің мырза, кумирлар сол Дәулет Тұрлыханов, Көпіров деген кісілер сияқты. өте дұрыс айтасыз. Осы спорт жағынан сөз қылған кезде дегересі қозбайтын адам жоқ шығар. Спортты бәрі Даусыңыз жақсы естілмей көреді. қалды. Аха. Даусым естілмей жатыр ма қазір? Сол Жақсыл Үшкемпіров мырза да бізде қонақта болған. Колледжде қонақта болған студенттермен. Біздің мұражайда ол кісінің қалдырған қолтаңбасы мен суреттері бар. Ары қарай студенттер, сұрақтарыңыз бар болса, жаңа кім сұрақ қоям деді? Бір қыз бала сұрақ қоям деді. Сұрақ Және қоям де деді. өзіңіздің алғашқы жүлдеңіз туралы айта кетсеңіз. Ау, Өзіңіздің алғашқы жүлдеңіз туралы айта кетсеңіз. алғашқы жүлдем ол ең бірінші жаңа спортқа келгенімде Алматы қаласының чемпионаты болатын. Сол жерде 3-ші орын алып, ең бірінші Қазақстан чемпионатына барған болатынмын. Сол ең бірінші жеңісім. Ал ең үлкен жеңістерім бірі ол Қазақстан біріншілігінде жаңағы 3-ші, 2-ші орын алған жеңістерім болатын. Ол үлкен жеңістер деп есептеледі. Осы Қазақстанның ішінде жаңағыдай үштікке кіру, ол әр адамның, әр спортшының арманы деп ойлаймын. Одан кейінгі жеңістерім енді Қазақстан барысы турнирында жеңіске жеттік. 2-ші, 3-ші орындар алдым. Және де мына ең соңғы жеңісім әлем чемпионатында жеңіске жеткенім. Руслан мырза, менің өз атымнан бір сұрақ. Аха. Қоя қойыңыздар. Руслан мырза, что-то естілмей жатыр, дұрыстап. Байланысқа байланысты ма, дұрыс естілмей жатыр. Сізге сұрақ. Бүгінгі таңда шәкірттеріңіз бар ма? Егер біздің студенттер сізге шәкірт болғысы келсе, үйретер ме едіңіз? Әрине, өзімнің қазіргі таңда шәкірттерім жоқ. Өзімде әлі дайындық үстіндемін, өзімде әлі жаттығу жасаймын. Әрине, менімен бірге бір залда жаттығу жасаймын десе, міндетті түрде көмектесуге тырысамын. Алла қаласа, бізден де асып түсетін жақсы артымыздан еретін ұрпақ болса, әрине мен қуанар едім. Бізден де асып түссе екен деп ойлаймын. Олимпиада шыңын бағындырса екен деп ойлаймын. Әрине, қолдан келгенше барлық жақсылықты істеп көмектесуге тырысамыз. Өте жақсы, әумин, айтқаныңыз келсін, рахмет. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз бар болса, мархабат, бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Өйткені алдымызда біздің бүткіл. Егер спорт. Аха, қоя беріңіз сұрағыңызды. Мен сұрақ қойсам деп едім. Қойыңыз. Егер спорт. Мен Қасым Ғаламат, ИС 21 атылым. Сіз осы жеңіске жеткенде, осы күресті бастаған кезде осындай жетістікке жетейін деп ойладыңыз ба? Шыны керек, ондай қатты ой болған жоқ. Өйткені мен енді күресті бастағанымда жаңа результаттарым қатты болған жоқ. Сондықтан кішкене көңілге көп алып қоятын сондайды. Жеңіске жете алмасам не болады, өсіп жүре берем ба өмір бақи деген сияқты кішкене ішімде сондай ойлар болатын. Бірақ еңбектің арқасында жаңа жаттықтырушымның өсіп шаршамай мені дайындап, артымнан қалмай, жарыстардан қалдырмай жүгіртіп, таңнан кешке дейін жаттығуда қасымда болып, сол кісінің арқасында шыны керек осындай жетістіктерге жеттім деп ойлаймын. Енді ең бастысы Алланың қалауымен ғой. Алла тағала маңдайымызға осындай жеңістер, осындай атақ, абырой берген осы Аллах тағаланың қалауымен, және де осы еңбек етіп жарыстарға, жаңағы әр адамның жарысқа шығуының бәрі қаражатқа келіп тіреледі ғой. Сонда әке-шешеміз де жарыстардан қалдырмай,
жаңағы жаттықтырушым жарыстардан қалдырмай осы ел қатарында жүргізіп, осындай жетістікке жеткізген сол Руслан мырза, жаттықтырушылар. мұнда бізге хаттар келіп жатыр, сізге сұрақ қойыпты. Алға қойған тағы мақсаттарыңыз бар ма дейді. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, спорт залыңыз қай жерде дейді. Студенттер батысы келіп отыр екен, қатысып отқан, қай жерде сіз жаттығасыз? Менің өзімнің қазіргі таңда спорт залым жоқ, бірақ болашақта осы 1-2 жылдың ішінде бір кісілермен ақылдасып сөйлесіп отырмыз. Қазір спорт сарайын салса, сол жерден өзіме бір орын алып, бір зал алып, сол жерде шыны керек шәкірт дайындап, өзімде осы шәкірттердің арасында күресіп жүріп көргім келеді, және де өзімдігінде білетін әдістерімді, білетін жаңағы осы спорттағы енді өнеріміз ғой, енді біздің осы спортымды осы үйреткімде келеді. Алла қаласа болашақта осы 1-2 жылдықтың ішінде залды ашып жатсақ, міндетті түрде дайынмын. Кім болса да келіп дайындап қол ұшын созуға көмектесіп. Өте жақсы, үлкен рахмет. Тағы бір сұрақ, Данияр деген студент қойып отыр екен. Хоббиіңіз қандай дейді? Хобби, шыны керек, хобби дейтін. Хобби бос кезде ол ауылға барып, жаңағы атқа мініп, және де балық аулап, судың жағасында жүрген, шыны керек, сол біздің ауылда, мына Ленің бойында біз өзіміз туып өскен болғандықтан, біздің сол охота дейміз, атқа мініп, көшеде жүру ғой, сол ауыл аралап, малдың қасында. Яғни табиғатты жақсы көресіз. Иә, сол андай бір алып баратындай хобби жоқ. Өлең айтып, біреу айтады, өлең айтам дейді, біреу айтады, жүгірем дейді, хоббилар сондай болады ғой. Бізде ондай жоқ енді, шыны керек. Руслан мырза, тағы бір сұрақ ойыма келіп отыр. Кеше мен сіздің әбден өмірбаяныңызбен, тарихыңызбен танысуға тырыстым. Сол кезде өзі өнерді жақсы көрмейтін адам жоқ қой. Сол кезде мен сіздің егіз лебіз деген музыкалық бағдарламаға қатысқаныңызды көрдім. Сонда сіз тек қана спорт қана емес, өнерден де құралаққан емес сияқтысыз. Сол жөнінде тоқтала кетсеңіз? Енді шыны керек, мен өзім өнерге қатты бұлай беріліп, бір ондай шыны керек жоқ екен менде. Бірақ жаңағы егіз лебіздің режиссерлары бар, сол кісілердің сұрау бойынша, сол кісілердің жаңағы қоңырау шалғандарының арқасында осы егіз лебізге барып қалдық, шыны керек. Мен өзімде ойламадым, өйтіп ән айтып, осындай үлкен сахнаға шығам деп. Бірақ Алтынбек Қоразбаев деген ағаларымыз сияқты сол кісілердің алдында өлең айту, Айгүл Иманбаева деген әпкелеріміздің алдында өлең айту, шыны керек, мен үшін үлкен мақтаныш болды, мен үшін үлкен сабақ болды. Ендігі жолы бір өлең айтпай қойсақ деген ойлаймын енді. Болашақта бізден әнші шықпайтын сияқты. Мұнда тағы да бір хаттар түсіп отыр. Бекназар дейді, күрестен басқа қандай спорт түрімен айналысасыз? Оны жаңа тоқталып кетті, кеш қосылған студент болса керек. Одан кейін сұрақ, Ержік Қалимбаев дейді, не үшін дзюдо спорт түрін таңдадыңыз дейді. Сосын тағы бір ауыз сразу айтып кетейін. Одан кейін Мөртай Нұрғожаева дейді, бұл кісі біздің топ кураторы, 1-ші курстың. Мақсатыңызға жете беріңіз, Руслан мырза дейді. Қазақ елінің туын биікте көтере беріңіз дейді. Әумин, рахмет. Көп. Жаңа қандай сұрақ еді? Бірінші сұрақ па? Күрестің қандай... Дзюдодан басқа. Қандай түрмен айналыстыңыз дейді. Оны бағана айта кеттік қой. Айттыңыз оны, иә. Дзюдо спорт түрін таңдадыңыз не үшін дейді? Енді дзюдо күресі негізі күрестердің ішінде ең әдемісі деп ойлаймын. Және де ең тәрбиелі спорт деп ойлаймын, шыны керек. Мен қанша бұлай спортшыларды танимын, білемін, бірақ боксшы үлкен ағаларымыздың өзі балаларын дзюдоға беріп жатады да. Енді және де футбол ойнайтын жігіттер болады, жаңағы үлкен кісілер болады, олардың да балалары дзюдоға барып жатады. Сол кезде мен ойлайтын, не үшін осылар дзюдоға барады екен деп та. Сөйтсем, ол ең
әдемі күрестің түрі болғандықтан береді екен де, жаңағы әдістерін қарасаңыз, жаңағыда аспаннан көтеріп лақтырады, көп жерде пайдасы да көп спорт түрінің осы дзюдо. Сол бір қызығушылық таныттым осы күреске. Содан кейін таңдап осы дзюдоға бардық, одан кейін қазақ күресіне ауысып кеттік қой. Руслан мырза, бүгін сондай өте керемет сұхбат болып жатыр. Сізге тағы да бір тоқтала кететін нәрсе, менің айттым ғой, осы топ, біз Исайдинаның кураторымын деп, сол топ арқылы онлайн сабақта кішкене ғана біздің де балалардың осы колледжге студент болғандарына мінекей 2-ші ай ғана болды. Сол мектептен келді ғой балалар, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, өзім сияқты Қарадомалақ ауылда өскен. Сол балалардың жеткен жетістіктеріне бір бет слайдқа тоқталып кетсем, көңіл бөлсеңіз. Мынау бірінші ол бізде Болатұлы класс футболдан жеткен жетістіктер екен. Одан кейін Отан Данияр таэквондодан жеткен жетістіктері. Келесі слайдымыз Мұхиддин Саян деген жігіт дзюдодан жеткен жетістіктер екен. Қараңыз, үшінші орын алған, марапатталған. Сосын Әмзехан Нұрғиса, бұл жігіт футболмен айналысады екен, футболдан алған жетістіктері. Одан кейін Атайбек Шыңғысхан, бұл жігітіміз біздің бокстан жеткен жетістіктері, мінекей жанында тұр, алған медальдары, мақтау қағаздары, бокспен айналысады. Одан кейін Мәткерім Аяулым деген қызымыз бар. Бұл қыз баскетболға қатысады екен, содан алған мынау марапаттары мен жетістіктері, медальдары осы биылғы жылдың. Сосын ең соңында жаңағы өнер демекші, Орынғазы Арай деген әнші қызым бар. Өте тамаша өлең айтады, вокалдан алған жетістіктері бар екен. Негізінде сұрақ былай болған, мен балаларға былай қойғам. Біз спорт жайлы жаңағы 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деген әлем чемпионы Руслан мырзамен кездесеміз. Қандай жетістік айтсақ болады деген кезде өздерінің идеялары. Апай, бізде бір мезгіл жетістігімізді көрсетейікші, мүмкін сол кісінің көзімен бізде чемпион болатын шығармыз деген ойдан туындаған слайд болған. Ары қарай сізге студенттер, Аяулым, сұрақ қоям дедіңіз ғой, жаңа сұрағыңыз қоя беріңіз. Егер спортшы болмасаңыз, қандай маман иесі болар едіңіз спорттан басқа? Өте шыны керек жақсы сұрақ екен, өйткені мен осы спорттан қанша жетістікке жете алмай жүргенде, мен кетем, осы спортты тастаймын, қоям деп жүрген етін, осы мектеп табалдырығында ғой, жаңа спортты интернатында оқыған кезде осы спортты қойып спорттан түк шықпайтын болса, Алматы қаласында мекен бір прокурор болатын беді, кім біледі, оның бәрі Аллах тағаланың қалауы болатын. Осы спортта қалып, осындай жетістіктерге жеткенім, шыны керек, мен үшін өте мақтаныш деп ойлаймын. Бұлай екінші мамандығым заңгер болғандықтан, мүмкін сол заң жағына кететін бедім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті студенттер? Уақыт тамамдап қалды, сұрақтарыңыз болса. Сұрақ қойсам бола ма? Болады, сұрағыңыз қоя беріңіз. Кішкентай кезіңізде мотивацияны қайдан алдыңыз? Осындай бір жетістіктерге жетем деп. Кішкентай кезімде болғанда, мен өзі әкем үлкен жетістіктерге жеткен. Сол кісі бізді жаңағы ел қатарынан қалмасын, қаста осы жаттығуларын жасап, ешкімнен қалмасын деп, осы 5 жасымнан бастап мені шпагатқа отырғызып, груша ұрғызып сөйтіп өсірген, шыны керек. Содан кейін өсе келе, жаңағы айтып өттім ғой сіздерге, үлкен алдында
сол кісінің жаңағы жетістіктерін көріп, сол кісінің жаңағы шетел аралап, жарыстарда Германияға ұшып кетеді, Турцияға ұшып кетеді. Шыны керек, сол кезде ең бір шығарманы мен самолетқа отырып көріп болатын. Самолетқа отырып көріп, содан кейін жаңағыдай шетел аралап жарыстарға шығу бірінші мотивация сол болды. Соның арқасында осындай жетістіктерге жетіп, содан кейін артына бір көпте ұзамай 3-4 жылдың ішінде бізде сөйтіп шетел аралап жарыстарға шығып, бастап, үйреніп, осындай жетістікке жетіп отырмыз. Руслан мырза, біздің мына өзі тәрбие сағаты болғандықтан кері байланыс деген болады. Сонда кіші бала кезіңізден бастап дисциплинаға үйрене бастағансыз, әкеңіздің көмегімен. Мен 7-ші сыныпта интернат қой ол, өйткені спорттағы дарынды балаларға арналған Алматы қаласында Каркен Ахметов атындағы спорт интернаты болды. Сол жерде жаттығу жасадық, таңертең тұрамыз, таңғы ішеміз, сабағымызға барамыз. Сабақтан келген соң арасында 2 сағатымыз болады. 2 сағатты жаттығу өткіземіз. 2 сағат одан кейін бір 40 минут уақыт болады бізде. Сол арада түскі асымызды ішіп келеміз де, қайтадан сабаққа барамыз. Сосын кешкі 5-те қайтадан жаттығуымызға шығып, сондай бізде режим болды, бізде тәрбиешілер болды, жаттықтырушылар болды. Солардың арқасында осы дисциплина деген, пунктуальность деген пайда болды, шыны керек. Руслан мырза, сөзіңізді сәл бөлейін, себебі уақыттың тығыздығына байланысты мен бағана сізге сәл ескертіп өткем, сіздің өміріңіз жайлы мен кішкене сұрақтар қоям. Кері байланыс ретінде балалар соны ссылка жібергем, соған жауабын жазады. Балалар мына ручкамен болмаса стикер алып, мына сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Руслан қай жылы туылған? Қай жылы республикалық турнирдің күміс жүлдегері болды? Қай жылы әлем чемпионының қола жүлдегері атанды? Және қазақ күресінен Қазақстан чемпионы қай жылы аталды? Ручкамен сіз балаларыңызды өтінемін сіздерден. Стикермен жазсаңыздар болады. Мына сол жаққа қарсаңыздар стикер бар, соны алып жабыстырсаңыздар болады. Оған дейін Руслан мырза, енді бұның алғанша сіз жалғастыра берсеңіз. Спорттың бірнеше түрін иемденген сияқтысыз. Өнердің тағы қандай түрін? Болашақта егер тағы да болатын болса, қандай түрін сіз қалар едіңіз? Өнердің дейсіз ба? Өнердің де, спорттың да қосымша. Қандай түрлерін тағы да алар едіңіз? Шыны керек, қазір өзімнің 2 ұл өсіріп тәрбиелеп келе жатырмыз. Енді Алла қаласа, болашақта балам шыны керек хоккейге барса деп ойлаймын. Үлкен ұлымды сол хоккейге беретін шығармын, 2-ші ұлымды күреске беретін шығармын деп ойлаймын. Енді Алла қаласа, оны бәрі Алланың қалауымен. Бірақ сол өзімнің дзюдо күресіне бергім келеді, кіші ұлымды, үлкен ұлымды хоккейге бергім келеді. Алла қаласа, енді болашақта көре жатамыз. 2 ұлдың өзінің басқа да бір армандары болады ма екен, басқа да бір Алла қойған өздерінің бір басқа спорт түріне қызығады ма екен, шыны керек білмеймін, бірақ ол өзімнің ойым. Алла қаласа, сол спорт түрлерінен мықты жетістікке жетсе деп ойлаймын осы. Руслан мырза, өте үлкен алғыс сізге. Осындай студенттердің сұранысы бойынша, осындай онлайн сабаққа уақытыңызды бөліп келгеніңізге өте қуаныштымын. Бірақ енді біздің осындай 80 жылдық тарихы бар үлкен шаңырақта отырғандықтан, осы тәрбие ісінің, оқу ісі жөнінде тәрбие меңгерушісі тәрбиесінің бізде директордың орынбасары, осында Асыл Әділмұратқызы деген басшымыз отыр. Сол кісіге сөз берсек, сізге қандай жаңағы тілегін айтар екен? Саламатсыздар ма? Біздің Руслан мырза қонаққа келіп отырған және топ студенттері. Бүгінгі керемет осындай онлайн тәрбие сағатына үлкен алғыс білдіреміз Руслан мырза. Уақытыңызды тауып бізге қатысып отырған. Сізге болашақта еліміздің көк туын, рахмет сіздерге. жемісті жылдарыңыз көп болуын тілеймін.
осындай керемет сабақты ұйымдастырып, барлығымызға әлем чемпионымен кездестіріп отырған Жанат апай, сізге үлкен рахмет. Осындай тәрбие сағаттары бола берсін. Студенттерге, сізге де рахмет, белсене қатысып отырған. Барлықтарыңызға көп рахметімді айтамын. Енді көп сіздерге де. Руслан мырза, енді тақтаға көңіл бөлсек, қараңыз. Дұрыс па? Руслан қай жылы туылған дейді. Дұрыс па жылы? Қараңызшы. Көріне ма сізге, или мен ауызша айта берейін? Иә, дұрыс. Дұрыс, аха. Қай жылы республикалық айта беріңіз ауызша, күміс жүлдегері болды дейді. 2015 жыл деп белгілепті. Дұрыс па? Жоқ, қателесіп отыр ма балалар? Иә, дұрыс. Аха. Дұрыс. Қай жылы әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды дейді. 2017 жыл дейді. Дұрыс қой? Дұрыс. Аха. Және қазақ күресінен Қазақстан чемпионы қай жылы аталды дейді. Ол да дұрыс. 2018 жыл деп жазыпты. Өте дұрыс. Яғни біз балалармен сіз туралы жұмбақты жақсылап, дайындалып, жақсылап оқып, сіз жайлы тарихты абдан біз қазбаладық. Руслан мырза, сізге болашақта айта беріңіз. Шыны керек, қуантып отыр осы сұрақтарға оңай жауап беріп жатқандары. Шыны керек, осылай мен туралы осындай ақпараттар білетініне шыны керек мен қатты қуанып отырмын. Болашақта енді сіздердің осы студенттеріңіз Алла қаласа осындай танымал болып, қазағымыздың көк туын желбіретіп жүре берсе екен деп ойлаймын. Мақтанышы болсын. Осы сіздердің колледждердің арқасында үлкен жетістіктерге жетсін. Бізден асып түсетін шыны керек сәттілік тілеймін. Тек бақтары ашылып, өздерінің қалаған мамандарының егесі болып жүре берсе екен деп ойлаймын. Ой, үлкен рахмет, амин. Айтқаныңыз келсін. Руслан мырза, сізге де Қазақстан чемпионы атағын алдыңыз. Енді дүние жүзінің чемпионы атағын алып, біздің Қазақстанның көк жаңағы туын желбіретіп, әрқашанда өстіп, үлкен белестерден көрініп жүре беріңіз. Бұл бірінші кездесу емес, әлі бірнеше кездесу жасауға Алла бізбен сізді нәсіп етсін. Студенттерге қойған сұрақтарыңызға, студенттерге берген жауабыңызға үлкен алғыс. Бала-шағаңыз, отбасыңыз аман болсын. 2 ұлыңыз бар екен. Алла тағалам сіздің бала-шағаңызды көп етсін. Деніңіз сау болсын. Енді уақытты ағымына байланысты біздің 30 минут уақытымыз созды. Міне 40 минуттан аса біз бірге отырмыз. Сізге сау саламат болуыңызды дегім келеді. Әрқашанда осы ортамызда жүре беріңіз. Рахмет көп сіздерге де. Құрметті студенттер, құрметті қонақ. Даусыңыз естілмей қалды. Даусым естілмеді ма? Руслан мырза және құрметті студенттер, біздің колледждің оқытушылары, барлықтарыңызға көңіл бөліп, уақыт бөліп, осы онлайн тікелей эфирге кіргендеріңізге үлкен алғыс айтамын. Болашақта осындай көп сабақтарды өткізіп, осындай сіз сияқты халықтың алдында жүрген адамдармен кездесіп, тікелей эфирге шығып, осындай көп нәрселерді Алла бізге нәсіп етсін, деніміз сау болсын, сау саламатта болыңыздар. Рахмет сізге.